Адам ағзасының қалыпты жұмыс жасауы үшін витаминдер мен элементтердің маңызы өте үлкен. Сонымен қоса олардың әрқайсының дозасы, қабылдау ұзақтығы, қай кезде сіңімді болатындығын ескерген абзал. Бүгінгі тақырыптарда солардың ішінде витамин С, витамин Д, магний, темір, омега-3, йод және де в тобының элементтері мен цинк туралы қарастыратын боламыз. Ең маңызды витаминдердің бірі ол адам ағзасы үшін ол Д витамині болып саналады. Оны біз таңертеңгі уақытта майлы тағамдармен бірге қолдануымыз керек, себебі ол бізде майда ериді және оның профилактикалық дозасын жыл бойы үздіксіз ішуге болады. С витамині бізде тамақтан кейін қолдану керек және оның иммунитетке өте әсері үлкен. Көбінесе ол бізде цитрусты жемістерде көп кездеседі. ОРВИ кезінде өте жақсы көмектеседі. Адамның жүйке жүйесінің қызметі үшін магнийдің әсері өте үлкен. Біз оны кешкі уақытта немесе ұйқы алдында қабылдай аламыз және бұл тек қана көрсеткіш бойынша ғана және де 2-3 ай ғана тағайындалады. Келесі элемент ол бізде йод. Оны біз тек қана аш қарынға және таңертең сағат 9-10-ға дейін ғана қабылдай аламыз. Одан кейінгі уақыттарда ішсек, оның сіңімділігі төмендейді. Йод тапшылығы бізде гипотиреозға алып келеді. Йодты біз профилактикалық дозасын үнемі ішіп отыруымыз керек. Әсіресе балалар, жүкті және емізетін әйелдердің ішкені абзал. Менің каналымда йод тапшылығы және де Д витаминінің жетіспеушілік белгілері бар. Осының барлығын өздеріңіз қарап шықсаңыздар болады. Рационда балықты өте аз қолданатын адамдар үшін омега-3-дің маңыздылығы өте үлкен. Оны біз тамақпен бірге қолданамыз. Курспен 3 ай ғана ішіп, 1 ай үзіліс жасауымыз керек. Себебі ол май болғандықтан өт жұмысына ауыр тиіп кетуі мүмкін. Цинк элементі түскі уақытта тамақпен өте жақсы сіңеді. ОРВИ яғни тұмау кездерінде өте жақсы көмектеседі және қалыпқа келуге көбінесе бұны 10 мг дозада ішу керек. Ең қажетті элементтердің бірі ол бізде темір. Темірді біз таңертең және түскі уақыттарда қолдана аламыз. Жақсы сіңуі үшін аш қарынға тамақтан 30 минут алдын қабылдаған абзал. Темірдің бізде арнайы формалары бар және де оларды менің видеомнан анемия және темір тапшылығы анемия кезінде қандай элементтерді қолдану керектігін және де темірді қолданған кезде сүт өнімдерін яғни кальцийді және де шайды қолданбау керектігін барлығын анықтап түсіндіргенмін. Сол жерден өздеріңіз көріп алсаңыздар болады. Адам ағзасында В1-ден В12-ге дейін айтылатын бізде В тобының витаминдері бар. Олардың да адам ағзасының өте маңызы үлкен. Біз оны тамаққа дейін 30 минут алдын қолданамыз, ал комплексті болатын болса түскі уақытта тамақпен бірге қолдану керек. Видео пайдалы болды деген ойдамын. Келесі видеоларда қандай тақырыптар туралы білгілеріңіз келетіндігін комментарийға қалдырып кетсеңіздер болады. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.